Қайырлы күн баршамызға. Бүгін сіздерге ровно 3 минутта дайын болатын пайдалы, жеңіл және жылдам жасалатын салат рецебін ұсынамын. Барлық заттарымыз экранда көрсетілгендей сақтап алсаңыздар болады. Кинза жапырақтарын қосу міндетті. Тура видеодағыдай етіп турап аласыздар. Укропты қалауыңыз бойынша, қиярды жіңішке ұзынша етіп тураймыз. Порцияңызға байланысты 1 немесе 2 қиярды пайдалануға болады. Ендігі сәбізімізді теркадан өткіземіз. Барлық заттарымызды үлкенде отызға жинаймыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Артынан 1 қасық соя соусын, қыздырылған оливка майын құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей өте пайдалы, дәмді және тез жасалатын салатымыз дайын болды. Рецепт ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айман, сау болыңыздар.